Бәріңе сәлем, қалдарың қалай? Бүгін Индира сіздермен керемет жаңалықпен бөлісейін деп тұр. Бүкіл қыздар армандап жүрген шашты тез және жылтырап өсудің мен бір жолын таптым. Мына суреттегідей. Шашыңыз ұзын және жылтыр болу үшін, оказывается, бізге күріш керек. Вау! Күріштің суымен әрдайым шашыңызды шайып жүретіңіз болсаңыз, шашыңыз тез және жылтырап өсетін болады. Бірге рецепт жасап көрейік. Ал қыздар, күріштің суы дайын болды. Енді шашымызға полностью сеуіп шығамыз. Сеуіп болғаннан кейін жарты сағат маска ретінде ұстаймыз. Жақсылап барлық жеріне себеміз. Құрғақ жер қалмау керек. Шашымыздың барлық жеріне күріштің суын сеуіп болдық. Енді шашымызды жинап, жарты сағатқа міндетті түрде қалдырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін шампуньмен бір рет, без кондиционера, без бальзама жақсылап шайып аламыз. Ал результатқа бір айдан кейін жететін боламыз. Сізге және маған сәттілік.